Бүгінгі таңда ауа райын болжау ол тек қана метеостанциялардың, спутниктердің, радарлардың алынатын жаңағы мәліметтерге сүйенбейді. Сондай-ақ мынау үлкен есептеулерге негізделген. Ол үлкен есептеулер жаңағыдай өте қуатты суперкомпьютерлерде жасалынады. Біз бүгін Қазгидрометпен бірлескен осындай масштабты жобаны іске қосқанымызды жеткізгіміз келеді. Қазақ ұлттық университетінің базасындағы суперкомпьютерде арнайы ВРФ программалау кешені іске қосылды. Оның көмегімен Қазақстанның барлық аймағы бойынша 2 километр дәлдікпен ауа райын болжаудың мүмкіндігі туып тұр. Бұл өз кезегінде өте нақты ауа райы болжамын алуға мүмкіндік береді. Тек қана мынау облыс орталықтары үшін емес, ауыл аймақтар үшін, жаңағы алыстағы шалғайда орналасқан ауылдар үшін де өте нақты ауа райын болжай алатын боламыз. Сондай-ақ ауа райына қатысты жаңа әртүрлі қатерлер бар, солардың алдын алу үшін осы модельдеудің көмегі зор болып тұр. Бүгінгі таңда ВРФ моделі автоматты түрде күн сайын қосылып тұр. Соның нәтижесінде Қазгидромет көптеген жаңағы болжамдық мәліметтерді алып жатыр. Ауаның температурасы, жаңағы желдің параметрлері болсын, оның бәрі ғалымдарға, бүкіл халыққа қолжетімді бүгінгі таңда. Осы жұмыстарды шешу мақсатында Қазақ ұлттық университетінде орналасқан суперкомпьютердің 1000-нан аса процессорлері іске қосылды, және де ол автоматты түрде күнде жұмысын жасап жатыр.